Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар және бірінші сынып оқушылары. Дүниетану сабағына қош келдіңіздер. 20 сабақ Нұр-Сұлтан Қазақстанның астанасы тақырыбы. Бүгінгі сабақтағы тірек сөзіміз Астана сөзі. Бүгінгі сабақта сен Нұр-Сұлтан, яғни қазіргі Астана қаласының көрнекті орындарымен танысасың. Қазақстанның астанасы туралы шығармашылық жұмыстар жасауды үйренесің. Ендеше балалар, сендер Астана қаласында болдыңдар ма, болсаңдар өздеріңнің ойларымен бөлісіңдер. Ол жерде нені көрдіңдер, қандай қызық бар екен? Жақсы. Енді келесі суретке назар аударайық. Бұл балалар Қазақстан Республикасының картасы. Картада өздерің байқап отырғандай әртүрлі қалалар тұр. Соның ішіндегі ең ортасында, орталықта орналасқан біздің Қазақстан Республикасының негізгі бас қаласы, ол Астана қаласы да бейнеленіп отыр. Бүгінгі біздің тақырыбымыз осы туралы болмақ. Балалар, мына көпірді танитындарың бар ма? Астана қаласына барсаңдар, осы көпірге барып көрдіңдер ме? Кім біледі, атауы қалай аталады? Жақсы, балалар, бұл Атырау көпірі деп аталады екен. Не себепті Атырау көпірі деп аталады? Себебі Астана қаласының туған күніне, мерекеге орай осы Атырау қаласының жасаған сыйлығы болғандықтан бұл Атырау көпірі деп аталады. Өте үлкен әдемі көпір. Осы көпірдің астында үлкен өзен ағып жатыр. Суретке қарасаңдар. Бұл өзеннің атауын білесіңдер ме? Бұл Есіл өзені деп аталады. Есіл өзені Астана қаласын екі бөлікке бөліп жатыр екен. Оң жағалауы және сол жағалауы. Келесі суретке назар аударатын болсақ, балалар, бұл бізде сендер барлығын білесіңдер. Бұл Бәйтерек монументінің суреті. Бәйтерек монументінің күндізгі көрінісі және түнгі көрінісі. Бәйтерек монументіне барғандарың болса, ішінде не бар екен, ол туралы өздерің әңгімелеп айтсаңдар болады. Бәйтерек монументі Астана қаласының символы болып табылады. Бұл бәйтеректің салынуы негізгі Қазақстан Республикасының елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың идеясымен салынған екен. Балалар, бұл бәйтерек туралы мынандай аңыз бар екен. Бәйтерек ол өмір ағашы. Бәйтерек өзеннің жағасында өседі. Оның тамыры тереңге жайылып, ал ұшар басы аспанды тірейді екен. Жылына бір рет ұшып келетін самұрық құс жұмыртқасын басарда қауіпсіз әрі тыныш орын іздейді екен. Міне сол самұрық мамыражай жерде өскен бәйтерек ағашының басына жұмыртқалапты деген аңыз бар екен. Біздің бәйтерек ағашымыз да басындағы дөңгелек осы алып құс самұрық құстың жұмыртқасына ұқсатып жасаған екен. Енді келесі суретке назар аударатын болсақ, балалар, бұл бізде, сендер білесіңдер, пирамидаға ұқсатып салынған, оның аты бейбітшілік пен келісім сарайы деп аталады. Ал екінші ғимаратымыз бұл хан шатыр ғимараты. Хан шатыр ғимаратының өзі ерекше әдемі жасалынған, кезіндегі хандардың бас киіміне ұқсатып жасалынған екен. Сонымен қатар думан сауық ойын орталығы бар. Бұл жерде жер астындағы үлкен океанариум бар. Әртүрлі балықтардың түрлерін көруге болады. Ал мына сурет бізде Ақорда, яғни Қазақстан Республикасы президентінің резиденциясы. Яғни осы жерде біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев жұмыс атқарады екен. Енді келесі мына суреттерге назар аударатын болсаңдар, балалар, бірінші тұрған бұл Қазақстан деген орталық концерт залы. Бұл жерде өте үлкен әлемдік немесе қазақстандық жұлдыздардың түрлі концерттері болады. Ал екіншісі Экспо 2017 халықаралық көрмесі. Бұл туралы барлығын естіген шығарсыңдар, білетін шығарсыңдар. Тіпті келіп көргендерің де бар шығар. Келесі суретке қарайтын болсақ, балалар, бұл бізде Астана қаласында орналасқан Астана опера және балет театры. Өте үлкен, керемет, тамаша ғимарат. Мега ойын-сауық орталығы. Бірінші суретте Меганың жоғарғы жағынан салынған сурет көрсетілген. Өте үлкен ойын-сауық орталығы. Бұл жерге де егер Астана қаласына келген болсаңдар,
барып көрген шығарсыңдар. Және де жұмыртқа тәріздес балалар, мынау бір әдемі ғимарат, бұл Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасы деп аталады. Бұл жерде әсіресе көбінесе жоғарғы оқу орындағы студенттер келіп, әртүрлі кітаптарды алып, білім алып жатады. Және де сонымен қатар ғалымдар да осы жерде өздерінің ойларымен бөлісіп, өздерінің білімдерін толықтырып отырады. Бұның ішінде кітап өте көп. Келесі бұл сол жағалауда орналасқан ботаникалық саябақ деп аталады. Яғни орталық саябақ адамдардың қыдырып демалуына арналған орын. Астана туралы айта беретін болсақ, балалар, Астанада өте әртүрлі, керемет, өте биік, түрлі түсті болып салынған ғимараттар өте көп. Егер мүмкіндік болып жатса, өздерің де осы Астана қаласына келіп, саяхаттап көретін боласыңдар. Келесі тапсырмамыз бұл дәптермен жұмыс. Дәптеріміздегі бірінші тапсырма: берілген суреттерге мына сөздерді сәйкестендірейік. Хан Шатыр, Бәйтерек, Ақорда президент резиденциясы, бейбітшілік және келісім сарайы. Әрқайсысын сызықшамен қосып шығамыз. Келесі және ғана біз айтып өткендей, Нұрсұлтан, яғни Астана қаласы қай өзеннің жағасында орналасқанын жаз. Яғни қай өзеннің жағасында орналасты деп айтып едік. Дұрыс айтасыңдар, және ғана айтып өткенбіз, бұл Есіл өзені, иә. Енді балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Мына жерде Бәйтеректің суреті беріліп отыр. Осы суретке қарап отырып, астында көмекші сөздер берілген. Мысалға, Бәйтерек, биік ғимарат, желек жол, сая жол, гүлзар, көгалды алаң, орындық, субұрқақ деген сөздер берілген екен. Осы сөздерді пайдалана отырып, шағын ғана әңгіме құрастырып жазатын боламыз. Бұл әңгімені мынандай түрде жазуға да болады, немесе өз ойларынан жазсаңдар да болады. Бұл Бәйтерек Астанадағы биік ғимараттардың бірі, оның айналасында әдемі гүлзарлар, көгалды алаң, демалатын орындықтар, субұрқақ бар. Бәйтерек айналасы жасыл желек жолды, оған апаратын сая жолда бар деп шағын ғана мәтін жазсақ болады. Келесі тапсырма, балалар, соңғы тапсырма. Төмендегі бос орынға Нұрсұлтан, яғни Астана қаласы туралы сурет немесе өлең жолдарын орналастыра аласың. Берілген бос орынға Астана қаласының суретін салуға болады, немесе өз ойымыздан өлең шығарып жазсақ болады, немесе интернет желісінен Астана туралы әдемі өлеңді тауып, ұнаған өлеңдеріңді көшіріп жазсаңдар болады. Тапсырманың барлығын орындап болғаннан кейін өзімізді бағалаймыз, яғни жетістіктер ағашы арқылы. Барлығын жасай алдым, тапсырманың барлығы түсінікті, мен орындай алдым десеңдер, алманың суретін қоршап қоясыңдар. Егер кейбір жұмыстарды орындай алмадым десеңдер, гүлдің суретін қоршайсыңдар. Бүгін орындай алмасам да үмітімді үзбеймін дейтін болсақ, бұл жерде жапырақтың белгісін қоршап қоямыз.